ақын қатысқалы тұр. Ендеше сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен барлық қатысушыларды сахна төріне шақырамыз. Мұхтар Ниязов, Қызылорда облысы. Рүстем Қайыртайұлы, Шығыс Қазақстан облысы. Әсем Ережеқызы, Астана қаласы. Шалқарбай Ізбасаров, Атырау облысы. Шырайып Сезімханұлы, Алматы облысы. Қазірет Бердіхан, Алматы қаласы. Ершат Қайболдин, Ақтөбе облысы. Аспанбек Шұғатаев, Павлодар облысы. Мақсат Ағанов, Қарағанды облысы. Бауыржан Жермегенұлы, Батыс Қазақстан облысы. Жанар Айлашева, Маңғыстау облысы, Бейнеу ауданы. Мес Қосымбаев, Маңғыстау облысы, Ақтау. Фархат Мұсаев, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы. Абай Жолмағамбетов, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы. Азамат Орынбасаров, Маңғыстау облысы, Қарақия ауданы. Алтынбек Сүйінбекұлы, Маңғыстау облысы, Түпқараған ауданы. Және Арғынбек Қалбаев, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы. Жансая Мусина, Батыс Қазақстан облысы. Құрметті қонақтар, құрметті қадірлі көрермен, мінекей 18 айтыскер ақындарыңыз көз алдарыңызда. Тағы бір құрмет қошемет көрсетіп қоялық. Қадірлі көрермен, айтыстың туын сүрмей осы күнге сап күйіне жетуіне біріншіден еңбек сіңірген адам, Мұқағали Мақатаев атындағы сыйлықтың 2 мәрте иегері, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, құрмет орденінің кавалері, айтыс ақындары мен жыршы термешілердің халықаралық одағының төрағасы Жүрсін Ерман ағамыз ортамызда. Сіздердің қошеметтеріңізбен Жүрсін Молдашұлын сахна төріне шақырып, сөздің тізгінінде, айтыстың тізгінінде ұсынуға рұқсат етіңіздер. Қадірлі көрермен, алғашқы құттықтау сөз Маңғыстау облысының әкімі Тоғжанов Ералы Лұқпанұлына беріледі. Қайырлы күн, құрметті ағайын. Рухқа ұран, ұлтқа қорған атты мына үлкен айтысымызды қасиетті киелі Маңғыстау елінде басталып жатыр. Келген қонақтардың бәріне қош Жүрсін аға, көп рахмет. Осыдан бірнеше уақыттан бері өзіңізбен хабарласып, осы үлкен тойдың алдында бірге өткізсек, өзіңіз бастап осыны ұйымдастырып жүргізіп берсеңіз деп ниет білдіргенбіз. Сол ниетімізді қабыл алды. Жүрсін ағамызбен талай жылдан бірге жүргенбіз. Мен осының бәрін қолдарына рахмет айтамын.
шөлдеп жүрген шөл бір қандырай деген ниетті қолдадыңыз, аман болыңыз. Қазақ даласының толғау азаматтар отыр. Смағұл Елубайда білмейтін Қазақстанда азамат жоқ қой деп ойлаймын. Смағұл аға. Рахмет көп Алматыдан арнайы уақытын бөліп келіп отыр. Смағұл ағаның қасында Қостанайдан Асия апамыз келіп отыр. Асия апа, рахмет сізге. Талай айтысқа жарқырап жібердің. Халықтың көңілін халыққа жеткіздіңіз. Қасында Намазалы ағамыз отыр. Намазалы аға, рахмет. Уақыт тауып келіп жатсыз. Есіпбек ағамыз айтыпты, бәріміз танисыздар ғой деп ойлаймын. Тұлғалы ағаларымызбен апамыз арнайы келді. Қуаныштымын. Светқали ағады елдің бәрі біледі. Ағамыз мына. Артында жүрген жігіттер маған жайлап айтып жатыр да, мен Светқали өзіміз ғой деп айтып жатырмын. Бірақ енді комиссияның отқа да көп рахмет айтамыз. Мына жерде мына Есіпбек ағамыз, Намазалы ағамыз бір кезеңнен қандай тұлғалы азаматтар бірге шыққан айтып отқанымыз арасында әңгіме болды. Мына қасында сахнада төрде қазақтың ұлдары мен қыздары тұр. Бұлар жай азаматтар емес, үлкен ағаларынан өнеге алған қазақтың салты мен дәстүрінен өздеріне бойларына сіңірген ерекше дүниені бойларына жинап қана емес, елге тарата алған азаматтар келіп тұр. Сода бәрін таныстырып өтті. Сіздерге де арнайы қош келдіңіздер, аман болыңыздар деп айтып рұқсат етіңіздер. Бұл осыны Абылдан бастап, Қашағаннан бастап, енді ар жағында талай бабаларымыздан бері қарай келе жатқан салт пен дәстүрді жалғастырып жүрген ағаларымыз бен апаларымыз. Сондықтан бұл кісілерге рахмет айтамыз. Айтыс қазақтың бұл наркескен деп айтуға болады ғой деп ойлаймыз. Сол наркескен тұлғалардың сол кезде айтқан дүниесін, жан дүниесін, халықтың ішкі дүниесі мен сезімін халыққа жеткізе білген азаматтар осында. Сондықтан Маңғыстауға келдіңіздер. Елбасының осында күннің аясында арнайы өткізіліп жатыр. Неге десеңіздер, Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Қазақстанның тұңғыш президенті. Бірлікті, елдікті қалыптастыра білген ел ғана болашағына, оның тәуелсіздігіне кепіл болады. Керемет дейді. Сондықтан міне сондай үлкен саясаттың айналасында бірге болған ел, Алматыда туымыз, бүкіл дүние бізге ел біріп тұрады. Бірліктің ғана арқасында бізде бүкіл мәселенің бәрі шешілуі мүмкін. Сондықтан бір қазақтың баласының басы біріккенде уақытта біздің рухымызда биік болатыны сөзсіз. Сондықтан сондай үлкен істі қолдай келген азаматтарға рахмет етеміз. Санаулы күндерден кейін Қазақстанның тәуелсіздігінің күнін бірге тойлаймыз. Тәуелсіздіктен асқан қасиетті ұғым да, түсінік те жоқ. Сондықтан соның жолында бүкіл ел бірге болатынына мен кәміл сенемін. Амандықта болайық. Жарысқа қатысам деп келген осы жас ақындардың бәріне рахметімізді айтайық. Бұл азаматтар киелі жерге келді, қасиетті жерге келді. Бір міндетті түрде бәріне жеңу міндет емес, бірақ осы жерге қатысып, бізбен бірге болғанның өзіне дәрмен рух алып келуіміз керек. Жолдарыңыз болсын сіздердің. Келген ағаларымыздың бәріне тағы да көп рахмет айтамыз. Қалған сөзімді сізге беремін. Рахмет, Ералы Бұқпанұлы. Жақсы өзіңізге ендігі ресми әңгіме айтылды. Бізге қалған осы айтысты ағырай ретімен өткізу ғана. Осы Маңғыстауда соңғы рет республикалық ақындар айтысы осыдан 11-12 жыл бұрын 2006 жылы қыс айында өтіп еді. Бірақ осы 2-3 жыл болды. Маңғыстауда айтыс өткіземіз деп талпынғалы ой жылға қор. Бүгін міне сәті түсті. Оның ең басты себепкері елбасы биыл
сәуір айында Астанада өткен Қазақстан Халқы Ассамблеясының 25-ші сессиясында маған тұңғыш рет елбасының алдында сөз сөйлеу құрмет дейді. Мен жоғарыда қоймайды, бірден айтып қояды, үзіп қояды тұр. Соған суысып шығып, 16 минут сөйледік. Соның нәтижесінде елбасы тапсырма берді. Ералылықпен өзіңіз қатыстыңыз, бүкіл әкімдер, министрлер, үкімет, парламент бәрі қатысқан мәжілісте мынаның айтысын өткізіңдер жергіліктің бәрінде. Ең тәуірлерін ғана жылдың аяғында Астанаға келіңдер деді. Сонымен айтыстың соңғысының қабағына байланысты алда ашылып, міне осы май айынан бері өтіп жатқан 16-шы айтыс. Барлық өңірлерде өтіп жатыр. Төңірегіміздегі бір қулар айтысты жамандап тастаған. Бұл мемлекетке, билікке қарсы сөз айтады деген әңгіме айтылады шын мәнінде. ертең мен алып кетші онда. Барлығы осы қазақ елінің азаматтары. Осы ел өссе екен, өркендесе екен, көсе-көз көп болса екен деген ақындар неге бөтенсіз айтады. Енді қоғамда келеңсіз жайттар бар. Ауылын жасаған өліп, ақындар соны айтады. Одан не жаманшылық? Тіпті елдің ішіндегі лебін шығаратын айтыс бұл. Кешегі кеңес кезінде өткен айтыстар қазақ халқын тәуелсіздікке дайындады. Рухын көтерді. Еркін ойлауға мүмкіндік берді. Анау Алматыдағы республика сарайында 3 күн отыратын сарайда халықты желпінтті талай. Тәуелсіздік дайындады. Енді мінекей 20 жыл бойы сол тәуелсіз елдің өзіне қызмет істеп жатқан атамұра өнеріміз бүгін Маңғыстау батпасын тіресе, біз ақындардан арқалы сөз тосамыз. Елдің басын біріктіретін, намазға ұйтқандай ұйтатын қасиетті өнер ғой бұл. Бұдан неге жаманшылық іздемейік. Бұл халықтың өзінің өнері, ұлттық рухы, қасиеті, елбасы болашаққа бағдар рухани жаңғыру деп үлкен тарихи бағдарлама беріледі. Айтыс соған қызмет істеп жатыр. Айтысқа ниеті түзу болғандардың барлығының жұлдыз аспаннан көрінеді. Бұл қасиетті өнер, қолдайды, жақсылыққа бастайды. Бәріңізге айтыстың рухы жар болсын. Киелі Маңғыстау жері Қазақстанның жүрегі соғып тұрған жер. Маңғыстаудың халқы қандай болса, бұл жерден жоқ қой алдын. Қазір Маңғыстау қандай болса, Қазақстан сондай. Сіздердің тұрмыстарыңыз жақсы болса, жұмыстарыңыз өнімді болса, бастарыңыз бірігіп болса, Қазақстан да берекелі. Қазақстан да ұлтқа қалың ел болады. Соны айтып ойлап тұрмыз ақындардың сөзінен. Сөзді оңалмасын деп, Мұқпанды кімді әкелді? Алқасына. Соларды әкеліп тұрмыз. Бөтен адам жоқ. Қазақ алқасының төрағасы, Қазақстанның халық ақыны кешегі айтысты 90-шы жылдар көтеріп бірген азғынтай сирек ақындардың бірі Әсия Беркенова төрайым. Белгілі ақыны Төлеген Айберген атындағы сыйлықтың лауреаты, барын мемлекеттік жастар сыйлығының лауреаты Светқали Нұржан. Филология ғылымынан докторы, профессор, Еуразия ұлттық университетіндегі журналистика институтының директоры, біздің қазіргі журналистердің көшбасшысы Намазал Омашев кәнігі. Айтылу ақын дардайын көп. Осы 5 ақын, ақын бауырлардың сөзіне баға береді. Кімнің бүгін бабы келіп тұрғанын анықтайды, жүлделерін бөліп береді.
іске сәт адал болыңыздар, ақындық өнердің алдында, сөздің алдында. Енді мына біз осымен үшінші айтыс ақындарды күні бойы жұптамайтын болдық. Сахнада жұптаймыз. Бұл айтыс деген суырып салма өнер, импровизатор. Көп сөз тоқтамай бастап кетейік. Енді мына жақта 8 ақынның аты жөні жазылған. Біз ұйымдастырып қойды деп ойламаңыздар. Кез келген адам ортаға шығып оларға айтысады. Давай, вперед! Кез келгеніңіз келіп көтеріп беріңіздер. 2 адам келіңіздер. Есенбек отыршы. Көтерілген адам қазақтың алтын домбыра дейтін сыйлығы бар. Соған 2 мәрте ие болған Тоқтар Нияз Құлдардан дейді. Сосын арасы Арғынбек Қалбаевтың есімі. Енді осы 2 ақынның söz barındasının айтыс басталды. İstersen Allah-u söz çalsın. Тынышталайық.
келбетің бар